Қалай баланың ақшаға деген несін бір грамотасын өсіруге болады деген сұрақ қояды. Мысалға мынау бір күні исследование жасағанда чиновниктер неге коррупцияға қатты көңіл аударады дейді. Ашкөздік. Ашкөздік. Мысалға біз бұрын қалай болды? Совет үкіметінде ана кәмпитті тығып жейміз. Бауырыңнан кәмпит тығып жейсің. Ашқын ғой сен. Нанды аш қылып жейсің. Сүтті ана кішкентай кезінде дефицит болған сайын үлкен кезінде адам жадный бола береді. Миллион тапса да жетпейді, миллиард тапса жетпейді. Сол үшін де қазір наоборот балаға ақшаны қыспай наоборот беруді үйрену керек. Ақшаны алған сайын ол көзі анау аш көз жабылған сайын ол болашақта ақша деген құндылықты алып тастайды да бойынан. Ақша деген құндылық алынған күні ол финансовый грамотный болады. Мысалға адам қай кезде даже үлкен бизнесмендер өседі. Бірінші қателіктерін бәрін жапқан кезде. Машина алады, үй алады, басқа бәрін алады. Содан кейін барып жұмысқа дұрыстап кіріседі. Сол үшін де бала кезінде оның арманын бәрін бала кезде орындауымыз керек та.